Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз жалпы қан анализін жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыпта біз жалпы қан анализінің екінші бөлімін лейкоформуланы талқылайды екенбіз. Достар, біз алдыңғы сабақта гемоглобин, анемия сатылары, эритроцит, гематокрит, сойе, одан кейін тромбоциттерді, ретикулоциттерді талдаған болатынбыз. Жаңағы алдыңғы сабақта айтқан әлгі біздегі фармакологияның жаңағы акциясы әлі жалғасу, достар. Үлгеріп қалыңыздар. Енді лейкоформула бізде уже лейкоцит түрлерін көрсетіп беретін негізгі жаңағы схема деп айтсақ болады. Енді лейкоциттің бізде 5 түр бар: базофил, нейтрофил, эозинофил, моноцит, лимфоцит деген осындай түрлері бар екен. Енді біздің ағзамызда лейкоциттер, қанның ағзашылар, ол бізді ағзамызды қорғайды деп айтамыз, бірақ бізге әсер ететін бөгде заттар көп болғандықтан олардың неше түрлісі бар. Олар неше түрдің өз ерекшелігі, одан кейін өзі жоя алатын бөгде заттары бар. Например, аллергияны нейтрофил жоя алмайды, эозинофил жояды деген сияқты. Яғни негізгі мәні осы екен, достар. Жалпы лейкоциттер қанның ағзашылар. Негізгі қызметтері фагоцитоз, бөгде заттарды жұту, қорғаныстық қызмет атқарады. Одан кейін цитохин, хемокин синтездеп қабынуға қатыса екен. Одан кейін антидене өндіруге қатысады, бірақ ол аз мөлшерде. Енді қалыпты жағдайда қандағы лейкоциттер саны 4-9 көбейтілген оның 9 дәрежесінде осындай болады. Енді лейкоциттер бізде екіге бөлінеді: гранулоциттер, агранулоциттер дегеніміз. Енді гранулоциттер дегеніміз ол цитоплазмасында белсенді заттар бөлетін гранула түйіршіктер болғандықтан осылай аталады, 3 түрге бөлінеді. Енді түйіршік деген сөз гранула деген мағынада. Ал агранулоциттерде оларда түйіршіктер жоқ, олар белсенді заттар онша көп бөле бермейді. Енді бізде бірінші топ, яғни гранулоциттерге 3, ал агранулоциттерге 2 жатады. Түсінесіздер не айтып жатқанымда? Жалпы базофилдер гранулаларында активті заттар гепарин, гистамин болады. Ол заттар тамырлардың өткізгіштігін арттырып, қабыну ошағына нейтрофилдердің миграциясын шақырады. Ядросы көк түске боялады. Ерекшелік сонда, яғни гистологиялық ерекшелігі көк түске боялады екен. Енді жалпы нейтрофилдер, бұл жасушалар фагоциттер деп аталады. Гранулаларында протеолитикалық ферменттер болады. Осы ферменттер арқылы қабыну ошағына келіп, бөгде заттарды жойып отырады. Даму жағынан 3 түрден өтеді: жас нейтрофилдер, таяқша тәрізді, сегмент тәрізді нейтрофилдер. Яғни адам сияқты, например, кішкентай бала, одан кейін ересек, одан қарт. Осындай біз кезеңнен өтеміз, сол сияқтыларда. Оның ерекшелігі ядросы фиолетовый түске, сегменттерге бөлінген. Міне, байқасаңыздар, базофилде осындай бұлтық болып тұрады, ядросы көк түске боялып тұр. Ал енді мына жерде нейтрофилдің ерекшелігі 3 сегменті бар. Көрдіңіздер, достар, одан кейін фиолетовый түске боялады екен. Енді базофилдің қызметін айтуды ұмытып кеттім. Олардың тамыр өткізгіштігін арттырып, қабыну ошағына нейтрофилдердің миграциясын шақырады. Ол бір. Екінші, гепарин, гистамин болады. Енді гепарин, гистамин арқылы бізде жаңа қабынуда осы гистамин өте маңызды рөл атқарады. Ол тамырлардың өткізгіштігін арттырып, басқа нейтрофилдердің жаңағы кіруін тез өте қабыну ошағының кіруін жеңілдеткізеді екен. Оны қабыну деген тақырыпта мен толығырақ талқылап YouTube каналынан көре аласыздар. Сонда мен жақсылап түсіндірген болатынмын, достар. Енді нейтрофилдердің бір ерекше қызметі, ең бірінші қабыну ошағына осы нейтрофилдер келеді екен. Осы нейтрофилдер, например, өзі-ақ жойып тастағысы келеді, бауырмен қосылып екеуі. Например, ағзамызға бір зат түсіп отырса, ал егер ол өте көп зат болып, немесе біздің нейтрофилдеріміз, иммунитетіміз слабый болса, ол қабыну ары қарай ұласып кетеді, созылмалыға дейін кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан иммунитеттеріңіз сақтаңыздар. Қазір күз айы, вообще жаңағы иммунитеттің слабый кезі, витаминдер қабылдап, жақсы тамақтаныңыздар, достар. Енді эозинофилдер бізде 3-ші тобы. Бұл бізде гранулоциттердің тобына жатады. Эозинофилдер ол грануласында басты жасуша сәтілі ақуыз болады. Қызметі аллергендерге және паразит құрттарға шабуыл жасайды. Ерекшелігі ядросы қызыл түске боялады. Енді эозинофилдерге келетін болсақ, эозинофилдер бізде уже аллергияға қарсы, одан кейін гистаминнің деңгейін төмендетіп отырады эозинофилдер.
егер гистамин өте көп ағзамызда осы аллергия кезінде шығып кететін болса, анафилактикалық шокқа дейін кетіп қалуы мүмкін. Эозинофилдер, яғни аллергия түскен кезде көбейеді. Бір қызмет ғана бар, ол гистамин деңгейін төмендетіп отыр. Ерекшелігі ядросы қызыл түске боялады. Енді базофилдер мынандай кезде көтеріледі: созылмалы қабыну ауруларында, аллергия кезінде, анафилактикалық шок кезінде, крапивница, отек квинки, гипотиреоз, қант диабетте. Яғни бұл жерде аллергия кезінде, анафилактикалық шок кезінде крапивница, отек квинки, олардың бәрі аллергия әсерінен. Олар көтеріліп кету себебі гистамин өте көп. Гистамин бөлгендіктен базофилдер осы кезде көбейеді. В основном осы кезде. Төмендеуі инфекциялық аурулардың жедел кезеңінде, гипертиреоз кезінде, жедел пневмония кезінде, жедел лейкоздың кейбір түрлеріне төмендейді. Енді нейтрофилдер көтерілуі қабыну ауруларында, өткір қан кетулерде, іріңді септикалық процестерде, сәулелі ауруларда. Любой қабыну болған кезде, яғни жедел қабыну болса, нейтрофилдер көбейеді. Осыны біліп алыңыздар, жедел қабыну, любой қабынуда. Одан кейін төмендеуі кейбір бактериалды инфекцияларда, острый лейкозда, иммунодефицит кезінде уже бұлар төмендейді екен. Енді эозинофилдердің көтерілуі жедел аллергия кезінде, паразитарлы ауруларда, яғни паразитте аурулар кезінде төмендейді. Құрт, шектей құрттар, например. Одан кейін жедел аллергия кезінде бұлар қатты көтеріліп кетеді екен эозинофилдердің. Одан төмендеуі сепсис, бүйрек үсті безі гормондарының артық өндірілуінен төмендеп кетеді. Жалпы одан туберкулез кезінде де эозинофилия болады. Эозинофилдер төмендеп кетеді. Енді агранулоциттерге келетін болсақ, бұлар цитоплазмасында гранула түйіршік болмайды. Антиденелерін синтездеу арқылы спецификалық иммунитетпен қамтамасыз етеді. Негізгі түрлері моноциттер, одан кейін лимфоциттер. Жалпы бұл клеткалар қан айналымынан тіндерге барып макрофагқа айналып фагоцитоздаушы қызмет атқарады. Моноциттер ең бірінші түскен бөгде затты нейтрофилдерге таныстырып береді. Бұл қызметі антиген презентация деп аталады. Енді моноциттер негізі қанымызда да моноциттер болады. Одан кейін ол любой жерге барады, например, бауырға барады, ол көпер жасушаларына айналады, миға барады, глияларға айналады, нейрондарды қорғайды. Солай любой жерде өзінің бір несі бар, макрофаг. Оның бәрі өзі мына моноциттен өндіріледі екен. Қанда моноцит, ал тіндерде ол бөлек аталады екен. Енді ерекшелігі ядросы үлкен бұршақ тәрізді болатын. Бұршақ тәрізді. Ол өзі гистологиядан экзамен өту үшін керек. Енді жалпы осы моноциттер, макрофагтар, олар уже нейтрофилдерге ең алғаш түскен бөгде заттың не екенін таныстырып берді. Ары қарай ол уже иммунитет басқа иммунитетті қосып береді. Оны бізде қабыну сабағына күшті талдап берген болатын достар. Енді лимфоциттер бізде тіндік иммунитетті қамтамасыз ететін негізгі клетка. Қызметі түскен бөгде заттарды лимфоцитке таныстырып береді. 3 түрі бар. Т-хелпер, Т-супрессор, Т-киллер деген. Енді бұл, яғни лимфоциттер дегеніміз, олар тіндік лимфоциттер. Яғни тінімізде болады бұлар. Т-хелпер, Т-супрессор, Т-киллер. Т-хелпер, Т-супрессор олар бізде бұл лимфоциттарға көмектесіп береді. Т-киллерлер олар керісінше не істеп отырады, өлтіріп отырады. Сразу түскен затты өлтіріп отырады. Т-киллер осындай түрлері бар. Енді Т-супрессордың қызметі Т-хелперді не істеп жүреді, Т-киллерді екеуін бәсеңдетіп, немесе күшін күшейтіп отырады. Себебі бізге де иммунитет көп қосыла берсе де болмайды. Сол үшін яғни көп немесе аз болса да болмайды, орташа деңгейде ғана тұру керек. Енді Т-хелпер алады, бұл лимфоциттерді қосып береді. Бұл лимфоциттер олар бізде қандағы гуморальды иммунитетті қамтамасыз етеді. Осы негізінен иммуноглобулиндер өндіру арқылы бізде гуморальды иммунитеті түседі екен. Иммуноглобулин G, иммуноглобулин А, иммуноглобулин М, иммуноглобулин Е, иммуноглобулин Д деген. Иммуноглобулин G бізде иммуноглобулин М екеуі қосылады да острый қабыну кезінде артып кетеді. Ал иммуноглобулин А бізде шырышты қабаттарда болады, иммуноглобулин Е бізде аллергияға қарсы, иммуноглобулин Д ол бізде әлі толық зерттелмеген екен. Енді иммуноглобулин G ол бізде осы анамыздан ең алғаш туған кезде плацента арқылы өтеді да біздегі иммунитетті қамтамасыз етеді. Осындай түрлері бар. Енді лейкоциттарлы формула қандағы лейкоциттердің әртүрлі проценттік қатынасы.
орналасуында реттілік болады. Сол жақта гранулоциттер орналасады, ал оң жақта агранулоциттер орналасады. Нейтрофилдердің дамуы бойынша солдан оңға қарай орналасады. Енді жас немесе таяқша тәрізді нейтрофилдер артса, лейкоциттарлы формула солға жылжығанын көрсетеді, ал бұл өткір бактериялық инфекцияларда және интоксикация болып жатқанын көрсетеді. Одан сегмент тәрізді нейтрофилдер артса, керісінше лейкоциттарлы формула оңға жылжығанын көрсетеді. Бұл анемияда, агранула пайыздарда көрінеді. Достар, енді не айтып тұрғанымды түсінесіздер қазір. Жалпы міне лейкоциттарлы формула дегеніміз осы. Мына жақта жалпы бізге жаңағы күштеп анықтап беру үшін керек қой. Ең бірінші мына жақта гранулоциттер орналасады, базофил, эозинофил, одан нейтрофилдердің үш түрі. Одан кейін агранулоциттер, бұл да лимфоциттер, моноциттер кіреді. Жалпы енді базофилдер көтеріліп кетсе, лейкоциттарлы формула солға жылжығанын көрсетеді, базофилия. Ал мына жақта лимфоциттер, моноциттер артса, керісінше лейкоциттарлы формула оңға жылжығанын көрсетеді. Осылай. Енді бұл жерде бұлармен анықтамайды негізі. Яғни анықтайды, бірақ мына үшеуімен анықтайды екен. Қараңыздар достар. Жас, одан кейін таяқша, одан сегмент тәрізді нейтрофилдердің көмегі арқылы. Енді базофилдер бізге 1%-ке дейін, одан кейін эозинофилдер 1 мен 5% арасында, одан кейін жас 0,5 мен 1% арасында, таяқша тәрізді 1 мен 5%, одан кейін сегмент тәрізді 40-70%, ал лимфоциттер 20-35%, моноциттер 3-8%. Жаттап бұл клиникада өте маңызды. Енді жас немесе таяқша тәрізді нейтрофилдер артса, лейкоциттарлы формула солға жылжитын. Жас немесе таяқша. Олар біз неде, яғни өткір бактериялық инфекцияларда және интоксикация болып жатқанын көрсететін. Ал сегмент тәрізді болса, ол оңға жылжығанын көрсетеді. Бұл анемияда, гранула пайыздарда осылай көтеріліп кетеді екен. Енді бізде жалпы лейкоциттарлы формула балаларда мынандай. Туылғанда бірінші күн нейтрофилдер бірден өсіп, екі формула солға жылжиды. Одан кейін 5-ші күн нейтрофилдер мен лимфоциттермен теңесіп, лейкоформада бірінші қиылысу байқалды. Ол 44% деп аталынады. 44. Байқасаңыздар, осылай бірінші қиылыс деп аталынады ол. Одан кейін бала жарты жылдығында нейтрофилдер саны 20-40%-ке дейін түседі. Балаларда 5 жасқа дейін лимфоциттер көп болады. Одан кейін бала 4-5 жасқа жеткенде нейтрофилдер қайтадан көтеріліп, лимфоциттер түсе бастайды. Нейтрофилдер мен лимфоциттер қайтадан теңесіп, лейкоформада екінші рет қиылысу болады. Нейтрофилдер 44, ал лимфоциттер 44%. Яғни теңеседі. Одан кейін ары қарай 12 жастан кейін бізде не істейді? Өздерінің, яғни ересектерше деңгейге түсіп кетеді екен. Нейтрофилдер мен лимфоциттердің, яғни бірінші қиылысу, одан кейін екінші қиылысу. Екінші қиылысу бізде 4-5 жасқа жеткенде болады екен. Достар, осы жалпы қан анализінде көрсеткіштер. Енді бұны жақсылап жаттап алыңыздар, өйткені любой дәрігер бұны жақсы білуі керек. Өйткені жалпы қан анализі арқылы біз көптеген ауруларды анықтай алады екенбіз.